Бүгін Қазақпыз ғой жобасынан көретіндеріңіз. Біреулер Мәсімовті ауыр дертке ұшырады десе, енді біреулер оны түрмеде жоқ дейді. Әй, осы Кәрім Мәсімов қайтыс болып кеткен жоқ па? Қазір анықтаймыз. Всем привет. Я сейчас дома кушаю арбуз. Болат Назарбаевты өзінің тұңғыш ұлы сотқа берді деген жаңалықты естіген шығарсыздар. Бұл бекерден емес. Әкесі мен ұлы бірдеңені былықтырайын деп жатыр. Жаңаөзендегі жарылыс пен Астанадағы мұнайшылардың наразылығын байланыстыруға бола ма? Менің ойымша болатын сияқты. Екі турба қосылған жерде. Міне сынған сындырған жері. Өткен жылы ақталып шыққан Атырау облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Мерей Жантөреевтің телефон арқылы сөйлескен әңгімесін тыңдаңыздар. Қоссаң үстіне сен білетін біреу 20-30 миллион, мысалы 100 миллион алса 20 миллион қосасың. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Қазіргі таңда Кәрім Мәсімовтің керемет келбетін көру асыл арман мен сасық қиялға айналды ғой шіркін. Ол түрмеде жатыр ма, әлде шетелде шалқақтап жүр ме? Бәрі жұмбақ. Всем привет. Я сейчас дома кушаю арбуз. And I think to myself, what a wonderful world. Бір қызық айтайын. Аманат деп аталатын американдық бір баспа сотталып жатқан Мәсімовтің 3 бірдей кітабын ақшта сатып жатыр екен. Кәрімнің боғын сатса да өздері білсін. Бірақ неге аманат? Деген сұрақ туды менде. Сондықтан оны да зерттеп көрдім. Бұл баспаны басқарып отырған әйелдің есімі Аксения Крупенко. Бұл ханым Мәсімов пен оның әкесі жазған кітаптарды ғана сатады екен. Сонымен қатар Аксения Украинаға гуманитарлық және медициналық заттарды жіберу үшін 2022 жылы құрылған Ренессанс қорының негізін қалаушы әрі президенті. Бұл да Мәсімовтің тоқалдарының бірі шығар, кім білсін. Тоқал дегеннен шығады, еліміздің әйгілі бабнигі Болат Назарбаевты өзінің тұңғыш ұлы Нұрбол Назарбаев туған әкесіне қарсы сотқа арызданыпты. Не дейді? Осылайша 60 жастағы бұрынғы сантехник, қазіргі кәсіпкер Бөкең тек қана үкіметпен ғана емес, өзінің отбасымен де соттасып жатыр. Оның бірінші әйелінен туған Нұрбол азаматтық соттан өзінің ар-намысын, қадір-қасиетін қорғауды және Болат Назарбаевтың Гүлнұр Дүйсебаевамен некесін жарамсыз деп тануды сұрап отыр. Айта кету керек, осыдан бір ай бұрын Бөкең дәл осы Гүлнұр ханымның өзін сотқа беріп, әйел екеуінің некесін заңсыз деп тануды талап еткен болатын. Ал Дүйсебаева Болатқа қарсы шығып, балаларына алимент өндіру мақсатында 10 миллион теңге талап еткен. Мен ойлаймын, Нұрболдың өз әкесіне арыз жазуы бекерден емес. Бұлар қазақтан ұрлаған байлығын қалайда сақтап қалудың жолын іздестіруде. Естеріңізде болса, ойбай Болат ауырмайтын дертке ұшырапты деп бір шулатып еді ғой. Папа, надо кішкене бороться. Не надо сдаваться, надо бороться. Станешь на ноги, так не думай, не переживай. Хорошо? И твой лама, папа. И твой лама. Все будет хорошо, вот увидишь. Будет все хорошо, не переживай. Все будет хорошо, Джан. Все, вот так будет. Араға бір ай салып, өледі деп жүрген Болатымыз сап-сау, түк болмағандай, тұсаукесер тойда жүрді. Енді осындай ұятсыздыққа барып отырған арам тамақтардан басқа не күтуге болады? Бәрін күтуге болады. Сондықтан ойбай Болатты туған ұлы сатып кетті, ха-ха-ха-ха деп күлмеңіздер. Бұлардың ойлаған бір жоспарлары бар. Сіздер қалай ойлайсыздар?
Болатты шынымен де өз ұлы сотқа беріп жатыр ма? Әлде бұл әдейі істелген арнайы амал ма? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Ал меніңше бұлардың арнайы бір жоспарлары бар. Қарада тұрыңыздар. Тура мен айтқандай болады. Жоспар демекші жақында ғана жаңа өзенде болған жарылысты да алдын ала жоспарланған деп ойлаймын мен. Ал далада қалған жұрт бұл жағдайға құрылысшыларды кінәлап отыр. Айтуларынша мердігер компаниясы осы маңдағы ауыз су құбырларын ауыстырған екен. Сол кезде газ құбырына байқаусызда зақым келді деп отыр тұрғындар. Себебі құбыры ауысқан үйдің маңында газдың иісі шыға бастаған. Жарайды, шынымен де байқамай жасалған делік. Десе де, мына видеоға мұқият назар аударыңыздаршы. Стектан кеткен ба, утечка болады сонда да. Таптыр ма? Иіс асып кетті да. Сонда мынаны істегенде. Алып шық бер қарай батыр. Субханалла. Да, экспертизасы. Қайсысы? Міне, мына стыковой соединение. Екі турба қосылатын жері. Екі турба қосылған жерде. Міне, сындырған жері. Бұл шынымен абайсызда болған жағдай ма, әлде әдейі жасалған жарылыс па? Менің ойымша, бұл жағдайды Астанада өткен наразылықпен тікелей байланыстыруға болады. Бұл жерде спин доктор технологиясы қолданылған сияқты. Бұл не деп отырған шығарсыздар? Айтайын. Кез келген ақпарат жұқпалы ауру сияқты тез таралады. Әсіресе тосыннан келген апат жағдайлар мен бір тұлғаға байланысты айтылған жағымсыз сөздер халыққа қызық қой. Иә, қызық. Бұлайша айтқанда, Астанада өткен мұнайшылар митингісін ұмыттыру үшін арнайы жарылыс ұйымдастырып, біздің назарымызды осы жарылысқа аударып жіберу болды ғой. Үкіметтің мақсаты. Бұл тек менің пікірім. Сіздердің ойларыңызды комментарийден оқитын боламын. Айтып отырмын ғой, біздің елде бәрі мүмкін. Оған дәлел былтыр Атырау облысы құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Мерей Жантөреевтің 470 миллион теңге жымқырған қылмысы. Атырау облысы құрылыс басқармасы басшысының бұрынғы орынбасары Мерей Жантөреев ұсталды. Бұған дейін де осы басқарманың тағы бір экс орынбасары қамалған еді. Қазір олардың үстінен әлеуметтік нысандар құрылысына бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сот алды тергеу жүріп жатыр. Қылмыстық іске қатысы бар деген күдікпен мердігер мекеме басшысы да тергелуде. Олар облыстық дәрігерлік амбулатория мен дене шынықтыру сауықтыру кешеніне бөлінген ақшаны жымқырған деп айыпталып отыр. Бір қызығы, бұл жемқорлар бір жылдан кейін ақталып шықты. Қазіргі таңда бостандықта талтаңдап жүр. Десе де бұлардың қуанышы ұзаққа созылмайды ау. Себебі менің қолыма мынандай бір материал келіп түсті. Құрметті антикор қызметкерлері, егер де сіздер мені көріп отырсаңыздар, сіздер де мына бейне жазба мен записке назар аударыңыздар. Қалай болады? Сосын мен ойлаймын, неужели мәкемге деп маған өзі қол қой деп жаңағыдай освоениеде сондай әңгіме болды ғой мәкем. Білем. Сосын менің бір жағынан да көне мысалы мен айтамын ғой, мысалы заказчик подрядчиктерге деп айтқан кезде көне шақырып аламын, парсиясына қараймын да, көп қостырмауға тырысақ, жұмыс жүріп жатыр керек, үстінде материалдар болу керек, сәл жетпей жатса уже әкелейін деп отырғанда уверен болып алып, сөйтіп қозғалады да көне деген мысалы. Қоссаң үстіне сен білетін 20-30 миллион, мысалы 100 миллион алса 20 миллион қосасың, 30 миллион қосасың, бәрі кетсе көптеген. Мысалы 40 болса соның ішінде 30 болмайды или 20 болмайды. Сондай да мысалы. Бөлменді ол деген. 781 миллион ба? 855. 856 почти. 855 миллион машина берді. 856 миллион, е? Е? Бір объект па? Қалай бір объект ба? Бір объекттің ақшасы почти. 856 миллион. Енді бұл не істедің? Өзім шығарып, жаңағы қол қойдырып ойнадым бәрін. Көкеме. Телефондағы әңгімені түсінбеген болсаңыздар, нақтылап өтейін. Мерей Жантөреев пен оның сыбайластары құрылыс нысанына бөлінген ақшаны жымқырып отыр.
әңгімелеріне қарасаң, бұлар күніне 20-30 миллион теңгені қалталарына басып отырған сияқты ғой. Құрып кеткірлер. Құрметті антикор қызметі, осы бағдарламадан кейін бұл парақордың патшалары темір тордың ар жағына қамалады деп сенемін. Шын айтамын, сенемін. Бүгін айтарым осы қасқыр мінез қазағым. Қасқыр екенімізді ұмытпайық.